Ассаламу алейкум баршаңызға достар, бұл видеода бананның басты 7 пайдасы жайында айтатын боламыз. Азаға пайдалы астың бәрі дәмді бола бермейді, бірақ мұның бананға еш қатысы жоқ. Жемістің бұл түрін сүйіп жейтіндер көп, әрі ол организмге де пайдалы. Күніне 2 банан жесеңіз, денсаулығыңыз айтарлықтай жақсарады. Бірінші, артериялық қысым деңгейі қалпына келеді. Бананның құрамында 420 мг-ға жуық калий бар, сондықтан ол жоғары қан қысымын төмендетуге сеп болады. Екінші, артық салмақтан арыласыз. Банан жасындыққа бай, соның арқасында адамның қарны аша бермейді. Үшінші, анемия қаупі төмендейді. Анемиядан адамның жүзі солғын тартып, үнемі шаршап жүреді, ентігіп қалады. Мұның бәрі эритроциттердің азаюы мен қандағы гемоглобин деңгейінің төмендігінен. Бананның құрамында эритроциттердің көбеюіне көмектесетін темір өте көп. Сондай-ақ қандағы глюкоза деңгейін реттейтін B6 дәрумені де бар. Төртінші, ас қорыту жақсарады. Банан тез қорытылатындықтан асқазанға кері әсері жоқ. Жемістің бұл түрін гастрит, қыжыл кезінде, сонымен қатар диареядан кейін алғашқы ас ретінде жеуге болады. Себебі олар ағзадағы жоғалған минералдарды түзеді. Бесінші, күйзелістен құтқарады. Банан адамның көңіл күйін көтереді. Жемістің құрамында біздің организмге серотонин, бақыт гормоны, алуға қажет триптофан бар. Орта есеппен бананда 27 мг магний бар. Бұл минерал көтеріңкі көңіл күй мен қатты ұйқыға әсер етеді. Алтыншы, дәрумендерге байытады. Банан B6 дәруменіне бай. Ол организмге инсулин, гемоглобин және амин қышқылдар бөлуге көмектеседі. С дәрумені дегенде ойымызға апельсин мен құлпынай келсе де, бананның құрамында бұл витамин де бар екен. Жетінші, адамның энергиясы артады. Жемістің құрамындағы калий бұлшықеттерді сіңір тартудан қорғаса, көмірсулар бойдағы күш-қуатты арттырады. Достар, видеоны соңына дейін көріп менімен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Видеоны лайк қойыңыздар, ұнамаса дизлайк қойыңыздар, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.